Сәлем құрбым. Бұл Лаура. Бұл медитацияны арнайы саған жаздым. Егер өзіңді өзгелермен салыстырып, еңбегіңді құнсыздандырып, бәрі дамып, тек сен ғана бір жерде тұрып қалғандай сезінсең, онда осы медитация саған арналады. Алдымен өзіңе ыңғайлы жерді таңда. Өзіңе ыңғайлы қалыпты таңда. Жатуға болады, немесе денеңді бос ұстап отыр. Медитация терең өту үшін құлаққап киюді ұмытпа. Және ешкім алаңдатпайтындай уақытты таңда. Көзімізді жұмамыз, терең тыныс аламыз. Мұрынмен тыныс аламыз, ауыз арқылы шығарамыз. Тыныс алған кезде иығың көтерілмеу керек. Мұрынмен тыныс алғанда ішке ауа толып үріледі. Ауызбен шығарғанда іштегі ауа сыртқа шығады. Дәл осылай бірнеше рет демал. Тамаша. Жүрек қағысын сезін. Ол бір қалыпты соғу керек. Ойларың өзіңде. Айналадағыларды ұмыт. Тағы да деміңе назар сал. Назарың өз денеңде болсын. Ол босаңсыған, жеңіл, рахат күйде. Төменгі бөліктен бастап сезінеміз. Башпайларың жай қозғалады. Өкшеңде ешқандай ауыр күш жоқ. Балдырың еркін. Тізең еркін. Саның, бөксең бос. Ішің тыныш. Жүрегің бір қалыпты соғып тұр. Көздерің жұмулы. Құлағыңа әдемі әуен естілуде. Мұрныңа ең дәмді астың дәмі келді. Еріндерің бос, жағың жұмсақ. Дәл қазір сен өзіңмен өзің қалдың. Жарайсың. Сәл жымайып қойсаң болады. Сен енді өз денеңді сезесің. Өз дауысыңды естейсің. Осы күнге дейін бар жасалған игі істеріңді есіңе ал. Сен дүниеге келгеннен бері қаншама дүниелерді үйрендің. Жаңа нәрселерді көрдің. Сен жылы сөзіңмен мұңайғанды қуанттың. Кішкентай істеріңмен өзгелердің өміріне үлкен ықпал еттің. Сыйлық жасадың. Тосын сыйлар ұйымдастың. Балаларға күліп қарадың. Қарияларға қолғанат еттің. Бар игі істерің есіңе түсіп жатыр ма? Ойың өзгеріп, басқа нәрсеге ауып кетсе, деміңе назар сал. Ақырын мұрынмен дем аламыз, ауызбен шығарамыз. Жақсы. Білесің бе? Сен екінің бірі істей алмайтын жақсы, игі дүниелерді істедің. Сол үшін
өзіңді құшақтап, рахмет айтуыңа болады. Осыдан кейін қалайша мен еш жетістікке жете алмадым дей аласың. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Тек өзіңді тыңдашы. Шын мәнінде не істеу керегін білесің. Ішкі дауысыңды естіп те жүрсің. Тек соны тыңдамай жүрсің. Бәрі ішіңде. Өзіңе қойып жүрген сұрақтардың жауабы ішіңде. Оны тыңдашы. Тыңдап әрекет ет. Ананың ақылы арқылы, мынаның жөн сілтеу арқылы емес. Ішкі дауысың арқылы әрекет етші. Осы аудионы тыңдап жатқанда саған, міне, осы дүние ғой деген ой келді. Сол ойды тыңдап көрші. Бәрі ішіңде. Сенің ешкіммен салыстыруға келмейтін ішкі әлеміңде. Сен жасай аласың. Сенің қолыңнан келеді. Тек өзіңді ешкіммен салыстырма. Сен дара тұлғасың. Сенің ішкі әлемің бай. Өз ішіңе үңіл. Өзіңе көңіл бөл. Медитация кезінде бар назарың өзіңде болғандай, ылғи да солай болсын. Өзіңді, өміріңді, жұмысыңды өзгелермен салыстырма. Сен өзің ойлағаннан да мықты нәтижеге жете аласың. Сенің қолыңнан бәрі келеді. Өзіңмен шынайы бол. Сәттілік тілеймін. Енді ақырын көзімізді ашамыз, демімізді бақылаймыз. Бәрі бір қалыпты. Терең дем аламыз. Ауызбен дем шығарамыз. Бәрі тамаша. Егер ішкі дауысыңды естімеген болсаң, бұл медитацияны бірнеше рет тыңда. Міндетті түрде өз дауысыңды естейсің. Сәттілік.